Бұл менің інім. Бірінші тапсырма. Первое задание. Тыңда, қайтала. Послушай и повторяй. Бұл кім? Бұл менің інім. Ата, дедушка, әже, бабушка, әке, папа, ана, мама, әпке, старшая сестра, іні, младший брат, аға, старший брат. Есте сақта, запомни. Окончание м. Менің атам, мой дедушка. Менің әжем, моя бабушка. Менің әкем, мой папа. Менің анам, моя мама. Менің ағам, мой брат. Менің әпкем, моя сестра. Менің інім, мой младший брат. Менің қарындасым, либо сіңілім, моя младшая сестра. Бұл менің сіңілім. Это моя младшая сестра. Бұл менің қарындасым. Это моя младшая сестра. Младшая сестра девочки, сіңілі. Младшая сестра мальчика, қарындас. Екінші тапсырма. Второе задание. Толықтырып айт, дополни. Ата, менің атам. Әже, менің әжем. Аға, менің ағам. Әпке, менің әпкем. Әке, менің әкем. Ана, менің анам. Іні, менің інім. Қарындас, менің қарындасым. Сіңілі, менің сіңілім. Үшінші тапсырма. Бұл менің анам. Это моя мама. Оның аты Маржан. Ее зовут Маржан. Төртінші тапсырма. Четвертое задание. Давай прочитаем вместе. Сәлем, сәлем. Бұл кім? Бұл менің інім. Оның аты кім? Оның аты Қанат. Менің анам. Жаңа сөздер. Новые слова. Күшті, сильный, ақылды, умный. Бірінші тапсырма. Первое задание. Менің анам әдемі. Моя мама красивая. Менің інім күшті. Мой младший брат сильный. Менің әкем ақылды. Мой папа умный. Екінші тапсырма. Второе задание. Менің ағам бар. У меня есть брат. Менің әпкем жоқ. У меня нету сестры. Менің інім бар. У меня есть младший брат. Менің қарындасым бар. У меня есть младшая сестра. Үшінші тапсырма. Третье задание. Менің әкем ақылды. Менің анам әдемі. Менің атам ақылды. Менің әжем әдемі. Менің ағам күшті. Менің әпкем әдемі. Менің інім ақылды. Төртінші тапсырма. Четвертое задание. Бұл кім? Бұл менің анам. Оның аты кім? Оның аты Алтынай. Ол қандай? Ол әдемі. Это кто? Это моя мама. Как ее зовут? Ее зовут Алтынай. Какая она? Она красивая. Бұл менің отбасым. Жаңа сөздер. Отбасы, семья, кімді, кого, жақсы көремін, люблю. Бірінші тапсырма. Первое задание. Бұл менің анам. Менің анам әдемі. Мен анамды жақсы көремін. Это моя мама. Моя мама красивая. Я люблю свою маму. Есте сақта, запомни. Мен атамды жақсы көремін. Мен әжемді жақсы көремін. Мен әкемді жақсы көремін. Мен анамды жақсы көремін. Мен ағамды жақсы көремін. Мен әпкемді жақсы көремін. Мен інімді жақсы көремін. Мен қарындасымды жақсы көремін. Отбасы. Мен отбасымды жақсы көремін. Семья. Я люблю свою семью. Екінші тапсырма. Второе задание. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Сен кімді жақсы көресің? Кого ты любишь? Например, мен анамды жақсы көремін. Я люблю маму. Үшінші тапсырма. Третье задание. Бұл менің інім. Мен інімді жақсы көремін. Это мой младший брат. Я люблю младшего брата. Бұл менің ағам. Мен ағамды жақсы көремін.
Это мой брат. Я люблю брата. Төртінші тапсырма. Тыңда. Четвертое задание. Послушай. Бұл менің отбасым. Бұл менің әкем. Оның аты Әділбек. Ол күшті. Бұл менің анам. Оның аты Жансая. Ол әдемі. Бұл менің інім. Оның аты Айдар. Ол ақылды. Мен отбасымды жақсы көремін. Это моя семья. Это мой папа. Его зовут Адильбек. Он сильный. Это моя мама. Ее зовут Жансая. Она красивая. Это мой младший брат. Его зовут Айдар. Он умный. Я люблю свою семью. Менің досым. Жаңа сөздер. Новые слова. Дос, друг, жақсы, хороший. Бірінші тапсырма. Первое задание. Бұл менің досым. Оның аты Айбек. Ол күшті. Это мой друг. Его зовут Айбек. Он сильный. Сен неше жастасың? Сколько тебе лет? Мен 7 жастамын. Мен бірінші сыныпта оқимын. Мне 7 лет. Я учусь в 1 классе. Екінші тапсырма. Второе задание. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Айбек неше жаста? Айбек 7 жаста. Айбек нешінші сыныпта оқиды? Айбек 1 сыныпта оқиды. Айбек қандай? Айбек күшті. Үшінші тапсырма. Тыңда. Третье задание. Послушай. Бұл менің досым. Оның аты Ақылбек. Ол күшті, ақылды. Ол 7 жаста. Ол 1 сыныпта оқиды. Ақылбек жақсы дос. Это мой друг. Его зовут Ақылбек. Он сильный, умный. Ему 7 лет. Он учится в 1 классе. Ақылбек хороший друг. Теперь попробуй рассказать про своего друга. Төртінші тапсырма. Четвертое задание. Бұл кім? Бұл менің досым. Оның аты кім? Оның аты Ақылбек. Ол неше жаста? Ол 7 жаста. Ол нешінші сыныпта оқиды? Ол 1 сыныпта оқиды. Ол қандай? Ол күшті, ақылды. Кто это? Это мой друг. Как его зовут? Его зовут Ақылбек. Сколько ему лет? Ему 7 лет. В каком классе он учится? Он учится в 1 классе. Какой он? Он сильный, умный. Сен аулада не істейсің? Жаңа сөздер. Новые слова. Аула, двор, ойнаймын, играю, сурет саламын, рисую. Бірінші тапсырма. Первое задание. Сәлем Айбек. Сәлем Асқар. Сен аулада не істейсің? Мен сурет саламын. Мен доп ойнаймын. Екінші тапсырма. Второе задание. Ответь на вопрос. Сен аулада не істейсің? Что ты делаешь во дворе? Мен сурет саламын. Я рисую. Мен доп ойнаймын. Я играю в мяч. Есте сақта, запомни. Мен сурет саламын. Мен сурет салмаймын. Мен доп ойнаймын. Мен доп ойнамаймын. Я рисую. Я не рисую. Я играю в мяч. Я не играю в мяч. Үшінші тапсырма. Третье задание. Сәлем Айбек. Сәлем Асқар. Қалың қалай? Жақсы, рахмет. Сенің қалың қалай? Жақсы. Сен аулада не істейсің? Мен доп ойнаймын. Сен не істейсің? Мен сурет саламын. Төртінші тапсырма. Четвертое задание. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Сәлем. Қалың қалай? Сен аулада не істейсің? Привет. Как дела? Что ты делаешь во дворе? Менің достарым. Бірінші тапсырма. Первое задание. Балалар, менің достарым жақсы. Ребята, мои друзья хорошие. Айбек велосипед тебеді. Айбек катается на велосипеде. Әсет сурет салады. Әсет рисует. Арман футбол ойнайды. Арман играет в футбол. Екінші тапсырма. Ол сурет салады. Ол футбол ойнайды. Ол велосипед тебеді. Ол шаңғы тебеді. Ол коньки тебеді. Үшінші тапсырма. Третье задание. Ол коньки тебеді. Ол шахмат
ойнайды. Ол шаңғы тебеді. Ол сурет салмайды. Ол велосипед теппейді. Ол доп ойнамайды. Төртінші тапсырма, четвертое задание. Менің атым Нұрбек. Менің достарым Арман, Асет, Айбек. Асет сурет салады. Айбек велосипед тебеді. Арман футбол ойнайды. Менің достарым жақсы. Меня зовут Нурбек. Арман, Асет, Айбек – мои друзья. Асет рисует. Айбек катается на велосипеде. Арман играет в футбол. Мои друзья хорошие. Кел, қайталайық. Бірінші тапсырма. Суретке қара, тыңда, қайтала. Первое задание. Бұл кім? Бұл ата. Сенің ағаң бар ма? Иә, менің ағам бар. Сен кімді жақсы көресің? Мен анамды жақсы көремін. Сенің ағаң қандай? Менің ағам күшті. Сен шахмат ойнайсың ба? Жоқ, мен шахмат ойнамаймын. Сен не істейсің? Мен велосипед тебемін. Сенің досың неше жаста? Менің досым 6 жаста. Бұл кімнің отбасы? Бұл менің отбасым.